Құрметті де қымбатты оқырмандарым, мен жүрегі қазақ деп соққан қарапайым қазақтың баласымын. Мен ешқандай уағыз айтушы, діндар немесе қазақтың тамырына балта шабушы емес, керісінше сол тамырды нығайтуға кішкене болса да үлес қоссам деп жүрген жанмын. Мені түсініп алғысын жаудырып жатқан аға әпке қарындастарға баршаңызға алғысым шексіз. Мені түсінбей, не мақсатта жазып жатырсың, сондай бол деген үгіт насихатың ба деп теріс жағынан түсініп отырған бауырлар, сіздерге арнап құдықтағы құрбақа әңгімесін салып отырмын. Мүмкін осы әңгімеден кейін теңіз құрбақасы секілді көзқарастарыңыз кеңейер деп үміттенемін. Баяғыда бір құдықта құрбақа өмір сүріпті. Ол құрбақаның туғалы көргені тек құдық екен. Бір күні дауыл тұрып, теңіз құрбақасы құдыққа келіп түсіпті. Содан не керек? Құдықтағы құрбақа теңіз құрбақасынан сұрап жатыр дейді. Қайдан келдің деп. Сонда теңіз құрбақасы сондай үлкен теңізден келдім деп. Таң қалған құдық құрбақасы теңіз деген не дейді? Су дейді теңіз құрбақасы. Мынадай су ма деп құдықтың 1/4 көрсетеді құдықтағы құрбақа. Одан үлкен дейді теңіз құрбақасы. Мынадай ма деп құдықтың жарысын көрсетеді құдық құрбақасы. Жоқ дейді теңіз құрбақасы. Мынадай ма деп құдықтың барлығын көрсетеді. Жоқ дейді теңіз құрбақасы. Бұдан әлде қайда үлкен дейді. Сонда құдықтағы құрбақа тұрып, мүмкін емес дейді. Мына жердегі судан үлкен су болмайды дейді. Қайтсын енді, оның бар көргені сол болса.